Инфитар сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Аспан шытынап жарылған кезде, жұлдыздар төгіліп, үзілген моншақтың тастарындай жан-жаққа шашылған кезде, теңіздер тасып бір-біріне қосылған кезде, қабірлердің іші сыртына ақтарылған кезде, міне сонда әрбір жан бұл дүниеден, о дүниеге жақсы жаман не жіберіп, артына не қалдырғанын анық білетін болады. Уа адам баласы, сені Кәрим, асқан жомарт, шексіз шарапат иесі Раббың жайлы азғырып, алдаған не еді? Ол сені жоқтан жаратып, саған керемет кескін келбет берді, әрі бүкіл ағзам мүшелеріңді үйлесімді етті. Сені өзі қалаған керемет кескін келбетті жаратты. Ей адамдар, алайда сендер соған қарамастан, ақиретте орнайтын және Алланың алдында есеп беретін әрі кесімді үкім шығарылатын дін күніне жалған деп сенбейсіңдер. Әйтсе де, қастарыңда сендерді үнемі бақылаушылар бар. Олар кираман катибин, әр сөздеріңмен, әр істеріңді жазып алушы, аса қадірлі, пәк періштелер. Олар сендердің не істеп не қойып жүргендеріңді толық білет. Ізгі жандар, шүбәсіз нығметтердің ішінде, көз көріп құлақ естімеген, тіпті адам баласының ойына да келмеген нығметтерге толы нағим жаннатында, ал күнәға белшесінен батқан арсыздар болса, шүбәсіз жалын атқан жаһаннамда. Олар Алланың алдында есеп беретін әрі кесімді үкім шығарылатын дін күні мәңгі жанып қуырылу үшін сол жерге кіреді. Ол жерден еш қайда кете алмайды. Дін күнінің не екенін білесің бе? Иә, сол дін күнінің не екенін сен білесің бе? Ол біреудің біреуге зәредей пайдасы тимейтін ауыр күн. Сол күні бар билік бір Алланың қолында болады.